Құрметті тыңдармандар, бұл дұрыс сөйлейік бағдарламалар циклы. Анар ханым, бүгінгі сабағымызда әлеуметтік тұрмыстық қатынастағы сөз әдебі жайлы айтсақ. Алдымен біздің тыңдармандарға түсінікті болу үшін әлеуметтік тұрмыстық қатынас деген не екенін түсіндірейік. Былай қарағанда термин сияқты көрінеді ғой, Әлеуметтік тұрмыс қатынас деген қарапайым нәрсе. Ол күнделікті сіздің отбасыңыздағы құрбы-құрдастарыңыздың, жақын жолдастарыңыздың арасындағы сөзіңіз. Енді осы сөздің өзінің әдебі болады дегенмен де ше. Қанша осы әлеуметтік тұрмыстық қатынаста сөйлеу стиліндегі тіл көрініс табады, ол неғұрлым еркін, және қарым-қатынас көбінесе ауызша формада, көбінесе емес, тіпті негізінен ауызша формада өтеді деп айтқанмен де, оның өзінің әдебі болады. Өзі бұл әдеп деген не деген кезде? Әдеп деген адаммен қалай амандасу керек, адаммен қалай қоштасу керек, сөзді қалай бастау керек, сөзді қалай аяқтау керек, содан кейін мысалы ілтипатты қалай білдіру керек, ұсынысты қалай білдіру керек, көңілді қалай айту керек. Мысалы біреудің кісі сөйлеп, ол марқұм болып жатса, оған көңіл қалай айту керек деген сияқты осындай қалыптасқан бір жағдаяттарға қатысты өзінің адамның көңілін білдіретін қолданыстарды осы әдепке қатыстырамыз. Әдеп деген бір жағынан этикетке де қатысты, бір жағынан сөз мәдениетіне де қатысты осындай жағдаяттар болады. Сол осы әлеуметтік тұрмыстағы аядағы сөз әдебі туралы сөз қозғағанда міндетті түрде біздің мәдени қазақтың өзінің мәдениетінің ерекшеліктерін, мәдениетіндегі ерекшеліктерін ескеру абзал. Басқа мәдениеттен үйренгендеріңізді бұл жерде енді бәрін түгел толықтай қолдана алмайсыз. Басқа мәдениетте мысалы біреуді қолдаған, қолпаштауды білдіретін одағай сөздер болады, Мысалы орыс мәдениетінде театрға барсаңыз сіз браво деп айқайлап жатады, Енді осыны сіз қазақша қалай айтасыз? Жарайсың, бәрекелді. Жарайсың, бәрекелді деп айтасыз, көрдіңіз ба? Ал осы бәрекелді деген сөздің ар жағында үлкен діни мағына жатыр, бірақ кейін ақырындап келіп ол осындай одағай сөзге айналып кеткен, бәрекелді деген қолпаш сөзге айналып кеткен. Бұл баракалла деген сөз. Арабтан тараған. Араб тіліне. Барак деген сөз береке деген сөздің арабшаның жақын нұсқасы. Берекетін берсін деген. Береке берген Алла деген, берекелі Алла деген сияқты ұғымды, сөйтіп бәрекелді болып кеткен. Міне осындай сөз әдебіне қатысты осындай этикеттік, клишелік қолданыстарды біліп алған абзал. Енді мынау әлеуметтік тұрмыстық қатынастың өзінің тілдік ерекшеліктері болады. Ол көбіне қарапайым сөздерді еркін қолдану, эмоциялық сөздерді қолдану, демеулік сөздерді көп қолдану. Мысалы, барғанмын демей, барған тұғын едім, айтқанмын демей, айтқан тұғын едім деп қолдану, Мысалы, аз демей, аз ақ дейді, көп демей, көп ақ дейді. Міне осындай демеулік сөздерді қолдану. Одан кейін сөйлеушінің бұл жерде енді интонациясына ерік беріледі. Неше түрлі қып сөзді құбылтып айтуға болады. Неше түрлі. Одан кейін экспрессиялық сөздер көп қолданылады. Мысалы, күлді демейді, сықылықтады деу мүмкін, Мысқылдады. Мысқылдады дегенді мырсылдады дейді. Мырс етті деп те беруге болады. Ол мырс етіп күлді десе, оны мысқылдағанын білдіреді. Немесе жүріп келе жатыр демейді, қорбаңдап келе жатыр дейді, Енді жақсы көріп ұнатып тұрса, томпаңдап келе жатқанын ай деп айтады. Міне сөйлеу, әлеуметтік тұрмыстық қатынастағы сөздің осындай ерекшелігі болады, және сөз әдебінің де осындай нормалары болады десе де болады. Дұрыс айтасыз, Анар ханым. Көп рахмет сізге. Вики білім қоғамдық қоры. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті тапсырысы бойынша дайындалған. Алматы қаласы, 2015 жыл.